Nissan Maxima A32 судың помпасын ауыстырамыз. Бірінші натяжной ролик шешіледі, ремень шешіледі. Дөңгелекті ыңғайлы болу үшін тоже дөңгелек шешіп жасаңыздар болады. Даңғыртқа көтереміз. Потом крышка, помпаның крышкасын шешеміз. И натяжительдің крышкасын шешеміз. Натяжитель шешіп аламыз. Оңға 2 болт болады осындай. Осы екеуін шешіп алған соң, бірақ шешпей тұрып, ең алдымен натяжительді бұлай сразу сол тұрған жерінен штопырын тығып алған дұрыс. Әйтпесе ішіне түсіп кетуі мүмкін. Осы штопырды қойып аламыз. Жаңағы екеуін шешіп аламыз. Фуктан шығады. Так, шыққан соң шкифті сағатқа қарсы 20 градусқа бұрамыз. Сол кезде мына помпадағы цеп босып тұрады. Босалады. Потом помпадағы 3 крепление оңға шешіп аламыз. Мен уже так былай көрсете салайын. Помпа қалай шешіледі. Помпа тұр, міне. Помпа моторда тұр, міне. Мына екі құлағында резьбасы болады. Соған М8 деген 2 болтты өстіп бұрап отырып, 2 болтты бұрап отырып. Осы екеуін кезек-кезек бұрасаңыздар, помпа ақырындап шығады өзі. Помпа шығады. Как положено. 2 сальнигін ауыстырамыз. Герметикті біріншіге жағу керегі жоқ. Мынаған жақсаңыздар болады. Мынау өзінде тұрған бұрынғысы. Екеуіне де герметик жағылған екен. Мынаған керегі жоқ. Мынаған құр антифризбен сулап тығасауға болады. Мына біреу қараны. Ал мына қызыл уплотнительді кішкене герметик жағып жіберуге болады. Вот. И тура солай обратно саламыз бәрін. Шкифті қайтадан 20 градус орнына әкелеміз. Гидронатяжитель бәрін саламыз. Болды. Сонымен помпа ауысады. Қиналып, мынаны шеш деп, мынаны көтер деген әңгіме керегі жоқ. Бәрі оңай. Негізі.